Ассалаумағалейкум достар, ютуберке жол 10-шы бөлімге қош келдіңдер. Және де бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай мен Фомама автопарк алатын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что чай пішемімді алып отырыңдар. Ал ендеше біз бастаймыз. Егерде менімен бір ойнағыларын кесе описанияда тұрған ссылка өтіп, блогерашаны жүктеп алып, Владимир серверін таңдап, сені ойынға кім шақырды деген жерге Духа YouTube деп жазатын болсаң, саған өте кереметтей бонус беретін болады. Және де мені Ханов Ревенж деген семейме кір. Егерде кіретін болсаң, саған 3-ші ранг тегін беріледі, және де доступты тегін береді. И короче достар, мында Соло Батыс деген бала маған өздерінің подаркасын беріп жатыр. 87 000 рубль және де 80-63 тағы да Хомис районы деген сияқты көптеген подаркаларын беріп жатыр. Ал дұрысы саған бүгінгі видеоны көріп жатсаң, Соло Батыс бұл бізде алдыңғы видеода маған жазған болатын. Неме армияға келші, саған подарок берем, анамнау берем деген сияқты. Сондықтан армияға кірдім. Сол кезде мені күтіп тұр екен. Ал ендеше біз ары қарай кеттік. Мен жағадан шыққан Фомама, Жири деген бала келген болатын. Ол бала ОПГ-да болған соң армияға көптеген материалдар ұрлап, енді мені Фомама салып жатыр екен. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң, Жири саған от души, ал біз ары қарай немемізді, материалымызды сала беретін боламыз. Бірақ достар, видеоны тезірек өткізіп жіберем, потому что сіздерге қызық емес. И короче достар, мында вообще интернет дұрыс істемей жатыр, так что мен мына жақта неме заправляет койку деген сияқты, заправляет кровать деген сияқты стройларға қатысып осылай ақша тауып жүрмін. Бізге осылай жасаған үшін нормально премия береді, так что біз осылай стройға тұрып подполковниктің не болмаса командир деген сияқты, сержант деген сияқты басқалардың заданияларын орындай беретін боламыз. И достар, маған 2 кейс помжа берді. Мен қазір соларды ашқалы жатырмын. Міне ревардқа кіреміз, бізде 2 кейс помжа. И достар, осы жерінде менде қазір бір баг болады, оны қазір көресіздер. Онда мен осыларды біреу түсінші деп тұрғам. Мына подтвердить деген баса бердім. И бізде біріншісіне Жигули түсті. И қараңыздар достар, осы жерінде байқап тұрыңыздар. Міне кейс область тмей деген тұрған, мен байқаусты бас шегейм. И бізде Хомис районы деген бір нәрсе түсіп кетті. Бұл сонда кейс помжа ашқаннан кейін мұны бізге Хомис районы деп сондай бір нәрсе түсіп кетті. Бұл баг, өз сондай болып тұр, область тмейда тұр, ал мына жақта кейс помжада ондай нәрсе жоқ. Сонда түсінген бойымша бұл стандарттың кейсінің ішіне түсетін зат. Енді қазір ревардты қарайық, бізде тұрған жоқ па? Жоқ достар, бізде осы семерка тұр екен. Осы семерканы госқа 70 000-ға саттым. Енді бізде келесі көрік, келесі 9-ка. И 9-ка достар осы жаңағы Хомис районының орнына түскен болатын. И біздің мен семьяма кірімдеушілер болса, Владимир серверіне кіріп ФП 419 деп жазсаңыздар, сіздерде Бусаева КВ көрсететін болады. Так что на жаққа келіңіздер, сол жаққа келіңіздер, менің балдарым сол жақта сіздерді күтіп алады. Не болмаса мен өзім барып сендерді қосатын боламын. И достар, мына жақта бізге осы Бекзат деген бала 500 000 рубль салды. От души, мне достар, бізге Чироки алып қойды, бека от души бүгінгі видеоны көріп отырсаң, еще 500 000 рубль берді. Менің қалтамда 800 000 рубль. И қазір ары қарай автопарк жасауға қарай баратын боламыз. И достар, біз деген зазды сатып алдық. Енді слэш чанжа проб дейміз да, мына G75 деп жазамыз. Осы Чирокиді бізге Бекзат подарок етіп келе жатыр. Мен от души бүгінгі видеоны көріп отырсам, Бекзат көптеп рахметімді айтайын, біздің семьяның главный замы. И бізде жібереміз. И от души бізде сонда плюс Чироки. И достар, обязательно қолына алып қоямыз от души Бека. И достар, міне Чирокиді алдық. Енді мына жақта парктер жазамыз дейін десем, мен мына жерде вообще қуып жатырмын да. И то бас деген ауырып жатыр, так что енді мән бермей қойыңдар. Сәл-пәл енді бір ауыр қалдым. Содан ең даусым бір түрі болып тұр, және де қатты жөтеле берем. Соңғы видеоларда солай болып жүрмін. Енді оған мән бермей қоясыздар деген ойдамын. Енді қазір көлікке отырамыз, и 222 деген номер қойдық. Енді біз ары қарай мына машинаны парковать етуге бар отырмын. Вообще бас деген істемейді ғой, мен семьяға қосудың орнына парковать етіп келе отырмын. Міне достар, уже немеге Фомаға қосқалы жатырмын. Қазір мына жерге кар деп жазамыз, и астына түсеміз да добавить автосемью дейміз. И все, біз көлігімізді қостық.
Енді ары қарай қайда кеттік? Ары қарай біз тачка алуға қарай кеттік. И достар, міне біз 900 рубльға осы машинаны алдық, ал біз тюнинговать етуге кеттік. Осы BMW E39-ның цветін ауыстыруға қарай келдік. Мұнда, короче, мен байқаусызда свет дегенді бас қойғам, и шығамыз, и қайттан бас қалдым, и, короче, диски деген бас қалдым да, тупить етіп қалдым, так что қазір қайттан мына жермен шығамай қалады кесін, так что үстіге басамыз, и нейтроны қосамыз да, тезірек қайттан тюнинговать етуге қарай кеттік. И достар, сіздерден бір көмек болсын, лайк басып каналға тіркеліп отырыңыздар, және де кім менің семьямда бар, сол хотя бы болсын 100 000 рубль салып жіберіңіздер, потому что маған срочно ақша керек болып жатыр, и бізде мына жерде қызыл свет қойсамыз, біздің, потому что Ханов Ревенш семьясында бізде қызыл цвет. И все. Енді бұл көлікті только фамаға ғана қосу ғана қалды. Енді кезек мынада кар деп жазамыз да, өзіміздің номерный знагымызды қоямыз, 111 деген. И так, снять. Енді инвентарға кіреміз, мына жерде 111 деген көлікті қоямыз, и НЗ-ді қоямыз. И все. Бізде достар мына жерге қазір парк деп жазамыз. И достар, жаңағы айтқанымдай, маған көмектесіп жіберсеңіздер. И все, да. Енді добавить автосемью, и все. Біз машинаны успешно қоссақ. Енді FM деп жазамыз. Міне достар, бізде Grand Big, яғни Cherokee, және де екінші көлік E39. Бүгінгі видеоның соңына дейін қарағандарына рахмет. Ал ендеше, давайте.